Елбасы жолдауын аудандағы қоғамдық ұйым мүшелері де жылы қабылдады. Солардың бірі отбасы құндылығын насихаттап жүрген Шаңырақ отбасы клубының жетекшісі Камира Сыламбек қызы. Жуырда Асық-Ата кентіндегі номері 112 жалпы орта мектебінде клуб мүшелерімен қатар Асық-Ата кентінің ардагерлерімен аудандық әжелер алқасы мен аналар біргелікте маңызды құжат талқылады. Іс-шара соңы мектеп оқушыларының қарттар күніне орайластырылған концерттік бағдарламасымен ұласты. 5 қазандағы тарихи құжатта көрсетілген 6 басым бағытқа жеке-жеке тоқталып өткен Камира Сыламбек қызы жолдауды мейлінше қарапайым тілде түсіндіріп берді. Жалақының көтерілуінен бастап тұрғын үй мәселесі, білім сапасы, ұстаздар мәртебесі, денсаулық саласы, ұлт саулығы және экономика жайында сөз қозғап, тарихи құжатты барынша қолдайтынын жеткізді. Жиынға арнайы қатысқан Түркістан облыстық ардагерлер кеңесінің баспасөз хатшысы, Ардақты ардагерлер журналының редакторының орынбасары Балзия Тәжібаева да өзіндік ой пікірін білдірді. Сондай-ақ Камира Сыламбек қызының белсенділігі мен қоғамдық жұмыстан қол үзбейтіндігін тілге тиек етіп, алғысын айтты. Өзіде осы мектепте білім алған Камира апайымыздың ұйымдастыруымен өткен іс-шараға мана құттаймын. Өте керемет, белсенді аталарымыз бен әжелеріміз ардагерлер кеңесіне қатысты кісілер ғой, көп кісілер. Барлығы да осы Камира апай сізге үлкен рахмет. Сол елбасымыздың жолдауын тәптіштеп, барлығын кәдімгі нүктесіне дейін әрбір сөзін жеткізе білдіңіз. Бұда болса сіздің мына отанған елге деген, жаңағы туған жерге деген үлкен жаңағы көзқарасыңыздың мықтылығы. Іс-шара одан әрі қарттар мерекесімен жалғасын тапты. Онда аталмыш мектепке талай рет қол ұшын созған, бар ғұмырын мемлекеттік қызметке арнаған Өмірбай Сыламбекті еске алды. 2012 жылы марқұмның атына берілген арнайы кабинетте 6 А сынып оқушыларының қатысуымен қарттарын қадірлеген ел ардақты атты концерттік бағдарлама көпшілікке ұсынылды. Қазыналы қарттарға арналған өлеңдермен қатар құлақтан кіріп бойдалар күйлер орындалды. Тентек болсам ашынып, жақсы іс қылсам асырып, маған сақтап жүреді, тәттіні де жасырып, тосып тәтті дәмдерін, ол бар жерде бал жедім, мен ұйықтар да айтады, ертегісін әндерін. Біздің үйде осындай әжетайым бар мен. Бір сәтке болсын көңілдері көтерілген ақсақалдар мен әжелер оқушылардың дайындығы мен өнерлеріне риза болып, жас өркендерге ақ баталарын берді. Өмір жастары ұзақ болсын, тәші, еш шамашылық көрмедір, алдарына жарылған ата-бабаның әруағы қолдасын, бірлесіп жолдас болсын, Алланың назарында болдыр, өмірлерің ұзақ болып, жүзге шейін жасап, сендер де немере шебер сүйіп, осындай қызықтарын көре бердір. Айта кету керек, Өмірбай Сыламбек Киров аудандық комсомол комитетінің екінші хатшысы, атқару комитеті, қаржы және ауыл шаруашылығы бөлімінде, сонымен қатар халықты бақылау комитетінде инспектор қызметін атқарған. Мен өзімнің әкем Өмірбаев Сыламбек және анам Өмірбаева Озипа Бейсенбі қызын еске алу мақсатында әкем оқыған және анам оқыған, өзім де оқыған бұрынғы бірінші Победа мектебі, қазіргі бүгінгі күні ол 112 мектеп болып саналады. Сол жерде іс-шара өткізіп, осы халықаралық қарттар күніне орай. Кезінде біз осы мектепке бүгінгі күнде қайырымдылық іс-шаралар өткізіп жатырмыз. Аз қамтамасыз етілген отбасы, тұл жетім және мүгедек балаларға канцелярлық товар, сөмкелер, мына мектепке жол деген акциясына қатысып, тұңғыш президент күніне орай көптеген шаралар өткіземіз. Жетісай ауданынан Құрманай Еркінбек қызы Азат Нысанбаев, жаңалықтар қызметі.